ханым, өзіңізге бір ауыз сөз. Барлықтарыңызға кеш жарық, қайырлы күн. Қанша таңғалып жатырмын, неше түрлі эмоцияны бастан кешіріп жатырмыз. Дофаминде бөлініп жатыр. Ешкімнің энергиясы құлап жатқан жоқ. Мерхат мырза, шақырғаныңызға, осындай керемет атмосфераны, вайбты сезінуге мүмкіндік бергеніңізге үлкен алғыс айтамын. Сіздерге де үлкен алғыс айтамын. Өйткені сіздер болмасаңыздар, бүгінгі кеш мына жағдайдың барлығы болмас еді. Мерхат мырза маған келіп, ең алғаш осы компания туралы айтқан кезде, ұсынысты айтқан кезде, неге мен бұл компания келіп, неге мен бұл жерде отырмын? Біздің де негізгі мақсатымыз, мен ойлаймын, Мерхат мырза, сіздердің осы компанияның үлкен ниеті, миссиясымен біздің де өзіміздің ең алғаш бастаған кездегі миссиямыздың өзінің бір тоғысқан жері болды. Ол не? Ол әрбір адам сапалы өмір сүруге лайықты. Келісесіздер ме? Алла тағала бізге берген ең құнды ресурс, ол не? Ол біздің өміріміз, ол қайтадан екінші рет берілмейді. Ол бізге жалғыз біраз рет беріледі. Және біз сол әрбір күніміздің қайта келмейтін ең қымбат әрбір күнімізді сапалы, рахаттанып сүруге лайықпыз әрбіріміз. Ал ол үшін бізге сапалы денсаулық керек. Сапалы денсаулық болу үшін бізге сапалы өнімдер керек. Біздің сапалы өзіміздің миымыздағы ойлар керек. Мына жерде сіздер бәрі тауып тұрсыздар. Қандай позитив ой бар, осының барлығын өзі емдейді. Және не деген керемет өнімдер. Мен шынымды айтайын, өмірімде ешқандай сетевой компанияда болған емеспін. Бұл компанияға да Мерхат мырза келіп айтқан кезде мен бірден төтесінен сұрақ қойдым. Маған мынандай нәрселер бар, мен осылай қараймын. Маған компанияны беріңіз деп мен бір ай зерттедім. Осы жай ғана сыртынан зерттеу емес, осындай сетевой маркетингтардың бүкіл ішкі кухнясынан біліп, солардың маркетингін жасақтап, Қазақстанда бірнеше сондай компанияларды жүзеге асырған ең мықты маркетологқа бердім мен. Аналитикаға, кәдімгідей ақшасын төлеп тұрып. Өйткені маған өте маңызды болды. Өйткені Құдай қаласа